60 жастан асқан кезең адам өміріндегі ең жауапты әрі ең нәзік уақыттардың бірі. Бұл жаста ағза бұрынғыдай тез қалпына келмейді, иммунитет әлсірейді, қан тамырлары серпімділігін жоғалта бастайды, жүрекке түсетін жүктеме артады. Көптеген адамдарда қан қысымы ойнайды, буындар сырқырайды, ұйқы бұзылады. Ал ас қорыту жүйесі кейбір тағамдарды қабылдамай қалады. Осындай өзгерістердің бәрі табиғи, бірақ олармен күресудің ең бастысы алдын алудың жолдары бар. Қазіргі заманда адамдар дәріханаға жиі жүгінеді. Бір ауруға бір дәрі, екіншісіне тағы бір таблетка, ал үшіншісіне қосымша дәрумен. Уақыт өте келе бұл дәрілердің саны көбейіп, бауыр мен бүйрекке түсетін салмақ арта түседі. Сондықтан 60 жастан асқан адамдар үшін табиғи, ағзаға жұмсақ әсер ететін, ғасырлар бойы қолданылып келе жатқан құралдардың маңызы ерекше. Сол табиғи құралдардың ішіндегі ең қолжетімдісі әрі ең қуаттысы чеснок. Көп адам оны тек тамақтың дәмін келтіретін қосымша ретінде ғана қабылдайды. Бірақ шын мәнінде чеснок нағыз табиғи емші. Оны ертеде шығыс медицинасында да, батыс халықтарының тәжірибесінде де кеңінен қолданған. Чеснокты күнделікті асқа аз мөлшерде қосу арқылы көптеген аурудың алдын алуға болады. 60 жастан асқан кезде ең басты қауіп жүрек қан тамыр аурулары. Қан қоюланады, холестерин жиналады, тамырлар тарылады. Чеснок осы мәселелерге қарсы табиғи көмекші бола алады. Сонымен қатар ол иммунитетті күшейтеді, ағзаны инфекциялардан қорғайды, қабынуға қарсы әсер береді. Бұл әсіресе суық тию, тұмау, өкпе аурулары жиі кездесетін жаста аса маңызды. Тағы бір маңызды жайт ас қорыту. Жас ұлғайған сайын асқазан сөлінің бөлінуі азаяды, ішек жұмысы баяулайды. Соның салдарынан кебу, іш қату, ауырлық сезімі пайда болады. Чеснок ас қорыту ферменттерінің бөлінуін ынталандырып, ішектің жұмысын жақсартуға көмектеседі. Бірақ оны дұрыс мөлшерде, дұрыс уақытта қолдану өте маңызды. Сонымен бірге, 60 жастан асқан адамдар үшін есте сақтау қабілеті, зейіннің төмендеуі де өзекті мәселе. Қан айналымы нашарлаған сайын миға баратын оттегі азаяды. Чеснок қан айналымын жақсартып, миды қоректендіруге жанама түрде әсер етеді. Бұл деменцияның, есте сақтау әлсіреуінің алдын алуда пайдалы болуы мүмкін. Алайда бір нәрсені нақты түсініп алу керек. Чеснок дәрі емес, бірақ ол дұрыс қолданылған жағдайда дәріге дейін жеткізбей, аурудың алдын алатын күшті табиғи құрал. Көп адам иісі бар, асқазанға ауыр кеп, одан бас тартады. Шын мәнінде мәселе чеснокта емес, оны қолдану тәсілінде. Осы видеода біз 60 жастан асқан адамдарға чесноктың 10 негізгі пайдасын өте кең әрі түсінікті түрде талдаймыз. Әр пайдасына жеке тоқталып, оның ағзаға қалай әсер ететінін, қандай жағдайда пайдалы, ал қай кезде сақ болу керек екенін айтып өтеміз. Бұл ақпарат әсіресе ата-анасына, ата-әжесіне қамқор болатын адамдар ішінде өте құнды болады. Ең бастысы, бұл білім сізге өз денсаулығыңызды бақылауға, дәрге тәуелді болмай, табиғи жолмен ағзаңызды қолдауға көмектеседі. Чеснокты дұрыс қолдану арқылы өмір сапасын жақсартуға, сергектікті сақтауға және ұзақ жылдар бойы белсенді болуға болады. Бірінші пайдасы – жүрек пен қан тамырларын қорғауы. 60 жастан асқан адамдар үшін ең үлкен қауіптердің бірі жүрек пен қан тамырлары аурулары. Жас ұлғайған сайын қан тамырларының қабырғалары қатаяды, серпімділігі төмендейді, ал қан қоюлана бастайды. Осы өзгерістердің салдарынан артериялық қысым жоғарылайды, жүрекке түсетін салмақ көбейеді, инфаркт пен инсульт қаупі артады. Бұл жасырын жүретін, бірақ өте қауіпті процесс. Чесноктың ең басты әрі ең ғылыми дәлелденген пайдасының бірі оның жүрек қан тамыр жүйесіне оң әсері. Чеснок құрамында аллицин деп аталатын ерекше биологиялық белсенді зат бар. Дәл осы аллицин қан тамырларын кеңейтіп, қанның еркін ағуына көмектеседі. Нәтижесінде қан қысымы біртіндеп төмендеп, жүрек жеңілірек жұмыс істей бастайды. 60 жастан асқан адамдарда жиі кездесетін мәселенің бірі жаман холестериннің жоғары болуы. Холестерин тамырлардың ішкі қабырғасына жиналып, атеросклеротикалық бляшкалар түседі. Бұл бляшкалар қан ағымын тарылтып, жүрекке және миға баратын оттегінің мөлшерін азайтады. Чеснок холестериннің бауырда түзілуін баяулатып, оның қанға жиналуын азайтуға көмектеседі. Бұл инфаркт пен инсульттің алдын алуда өте маңызды фактор. Тағы бір маңызды әсері чеснок қанның қоюлануын төмендетеді. Жас ұлғайған сайын қан ұйығыш бола бастайды. Бұл тромб түзілу қаупін арттырады. Чеснок тромбоциттердің бір-біріне жабысып қалуын азайтып, қанның сұйық күйін сақтауға көмектеседі
Әсіресе бұл жүрекке стент қойылған, немесе қан қысымына байланысты дәрі қабылдайтын адамдар үшін маңызды. Чесноктың жүрекке әсері тек қан қысымымен шектелмейді. Ол жүрек бұлшықетінің қоректенуін жақсартып, миокардқа баратын қан айналымын қолдайды. Бұл жүрек соғысының тұрақтылығына, шаршаудың азаюына және демікпенің жеңілдеуіне ықпал етуі мүмкін. Көптеген 60 жастан асқан адамдар чеснокты тұрақты қолданғаннан кейін жүрек тұсының қысылуы сирек болатынын айтады. Ғылыми бақылауларда чеснокты ұзақ уақыт бойы аз мөлшерде қолданған адамдарда қан қысымының біртіндейтіні байқалған. Бұл әсіресе жеңіл және орташа деңгейдегі гипертониясы бар адамдарға пайдалы. Бірақ бір ескеретін жайт, чеснок дәрінің орнын толық алмастырмайды. Ол дәрімен қатар қолданылғанда ғана тиімді нәтиже береді. Қолдану тәсілі де өте маңызды. 60 жастан асқан адамдар үшін чеснокты аш қарынға шекілей көп жеу ұсынылмайды. Бұл асқазанға ауыр тиюі мүмкін. Ең дұрыс тәсіл, бір түйір чеснокты майдалап, тамақпен бірге немесе кешке қарай қолдану. Кейбір адамдар оны жылы суға араластырып ішеді, бірақ мұнда да мөлшерді сақтау қажет. Тағы бір маңызды мәселе иісінен қорқу. Көп адам чесноктан бас тартуының себебі ауыздан иіс шығуы. Бірақ бұл мәселені де шешуге болады. Чеснокты жегеннен кейін алма, ақжелкен немесе жасыл шай ішу иісті айтарлықтай азайтады. Қорытындылай келе, 60 жастан асқан адамдар үшін чеснок жүрек пен қан тамырларын табиғи жолмен қорғаудың ең қолжетімді құралдарының бірі. Ол қан қысымын тұрақтандыруға, холестеринді азайтуға, тромб қаупін төмендетуге және жүректің жалпы жұмысын қолдауға көмектеседі. Ең бастысы, оны дұрыс мөлшерде, жүйелі түрде қолдану. Екінші пайдасы: иммунитетті күшейтіп, жұқпалы аурулардан қорғауы. 60 жастан асқан кезде ағзаның қорғаныс жүйесі айтарлықтай әлсірейді. Жас кезінде 1-2 күнде өтіп кететін тұмау немесе жеңіл инфекция бұл жаста ұзаққа созылып, асқынуға алып келуі мүмкін. Иммундық жүйенің жасушалары баяу жұмыс істей бастайды. Ал ағза сырттан келген вирустар мен бактерияларға бұрынғыдай тез жауап бере алмайды. Сондықтан 60 жастан асқан адамдар үшін иммунитетті күшейту ең маңызды міндеттердің бірі. Чеснок осы жерде ерекше орын алады. Ол табиғи антибиотик ретінде ертеден белгілі. Чесноктың құрамындағы аллицин, фитонцидтер және күкіртті қосылыстар ағзаға түскен безде бактериялар мен вирустардың көбеюін тежейді. Бұл әсер жасанды дәрілер сияқты бірден қатты соққы бермейді, бірақ ағзаға жұмсақ әрі қауіпсіз түрде көмектеседі. 60 жастан асқан адамдар жиі суық тиюден, бронхиттен, өкпе қабынуынан зардап шегеді. Чеснок тұмсалу жолдарындағы қабынуды азайтып, қақырықтың бөлінуін жеңілдетуге ықпал етеді. Сол себепті халық медицинасында чеснокты жөтел кезінде, тамақ ауырғанда және тұмаудың алғашқы белгілері пайда болғанда қолданған. Бұл тәсіл бүгінгі күнге дейін өз маңызын жоғалтқан жоқ. Иммунитеттің әлсіреуінің тағы бір себебі ішек микрофлорасының бұзылуы. Ғалымдар ішектегі пайдалы бактериялар иммунитеттің үлкен бөлігін басқаратын дәлелдеген. Жас ұлғайған сайын бұл пайдалы бактериялардың саны азаяды. Чеснок ішектегі зиянды микроағзалардың өсуін тежеп, пайдалы микрофлораның сақталуына көмектеседі. Нәтижесінде ағзаның жалпы қорғаныс қабілеті артады. 60 жастан асқан адамдарда жиі байқалатын тағы бір ғиле созылмалы қабыну. Буындардағы, бұлшық еттердегі, тіпті ішкі ағзалардағы баяу жүретін қабыну иммунитетті әлсіретіп, ағзаны тез шаршатады. Чесноктың қабынуға қарсы қасиеті осы жерде үлкен рөл атқарады. Ол қабыну процесін қоздыратын заттардың бөлінуін азайтып, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Маусымдық аурулар кезінде чесноктың пайдасы ерекше байқалады. Күз бен қыс айларында вирустар көбейіп, адамдар жиі ауырады. 60 жастан асқан адам үшін әрбір ауырған жағдай қосымша қауіп. Чеснокты осы кезеңдерде тұрақты түрде аз мөлшерде қолдану ауруға шалдығу мүмкіндігін төмендетуі мүмкін. Ал егер адам ауырып қалған жағдайда, аурудың жеңілірек өтуіне ықпал етеді. Бірақ мұнда да дұрыс қолдану өте маңызды. Көп адам пайдалы екен деп чеснокты шамадан тыс көп жей бастайды. Бұл дұрыс емес. Артық мөлшер асқазанның шырышты қабығын тітіргендіріп, керісінше иммунитетке зиян тигізуі мүмкін. 60 жастан асқан адамдар үшін ең қауіпсіз нұсқа күніне 1 немесе 2 түйірден артық қолданбау. Чеснокты қай кезде қолдану керек деген сұрақта жиі қойылады. Иммунитетті қолдау үшін оны тамақпен бірге немесе кешкі ас кезінде қошылданған дұрыс.
аш қарынға жеу кейбір адамдарда асқазанның ашуына, қыжылға немесе ауырсынуға келуі мүмкін. Егер асқазанында гастрит немесе жара бар болса, міндетті түрде сақтық қажет. Тағы бір маңызды жайт – чеснок пен дәрілердің өзара әсері. Қан сұйылтатын дәрі қабылдайтын адамдар чеснокты шамадан тыс көп қолданбауы керек. Өйткені чесноктың өзі де қанның ұюын азайтады. Бұл жағдайда мөлшерді азайтып, дәрігермен кеңесу өте маңызды. Үшінші пайдасы. Ас қорыту жүйесін жақсартып, ішек жұмысын реттеуі. 60 жастан асқан кезде ас қорыту жүйесінде біртіндеп өзгерістер пайда болады. Асқазан бұрынғыдай қышқыл бөлмейді, ішек қозғалысы баяулайды. Ұйқы безі мен бауырдың фермент бөлу қабілеті төмендейді. Соның салдарынан тамақ толық қорытылмайды. Іш кебеді, ауырлық сезімі пайда болады. Ал кейбір адамдарда іш қату немесе керісінше іш өту жиілейді. Бұл жай ғана жайсыздық емес, бүкіл ағзаның әлсіреуіне әкелетін маңызды мәселе. Чеснок ас қорыту жүйесіне өте жан-жақты әсер етеді. Оның құрамындағы табиғи белсенді заттар асқазан сөлінің бөлінуін біртіндеп ынталандырады. Бұл тамақтың жақсы қорытылуына көмектеседі. 60 жастан асқан адамдар жиі аз жесемде асқазаным ауырлап кетеді деп шағымданады. Мұның себебі асқазан ферменттерінің жеткіліксіз бөлінуі. Чеснок осы процесті жұмсақ түрде қолдайды. Тағы бір маңызды әсері – ішектің қозғалысын жақсартуы. Жас ұлғайған сайын ішек бұлшықеттері әлсіреп, тағам қалдықтары баяу жылжиды. Бұл іш қатуға, уытты заттардың ішекте ұзақ уақыт жиналуына әкеледі. Чеснок ішек қабырғасын жеңіл тітіркендіріп, табиғи перистальтиканы күшейтеді. Нәтижесінде ішек уақытылы босап, ағза қажетсіз қалдықтардан тазарады. 60 жастан асқан адамдарда ішек микрофлорасының бұзылуы өте жиі кездеседі. Пайдалы бактериялар азайып, зиянды микроағзалар көбейеді. Бұл жағдай иммунитетке де, жалпы көңіл-күйге де кері әсер етеді. Чеснок ішектегі зиянды бактериялардың көбеюін тежеп, пайдалы микрофлораның сақталуына жағдай жасайды. Бұл ас қорыту ғана емес, бүкіл ағзаның саулығы үшін маңызды. Көп адамдарда жас ұлғайған сайын өттің дұрыс бөлінбеуі байқалады. Өт тағамдағы майларды ыдыратуға көмектеседі. Егер өт жеткіліксіз бөлінсе, майлы тағам асқазанда ұзақ тұрып қалады да, жүрек айну, кекіру, ауызда ащы дәм пайда болады. Чеснок өттің бөлінуін белсендіріп, бауыр мен өт қабының жұмысына жанама түрде қолдау көрсетеді. Бұл әсіресе майлы тамақтан кейінгі ауырлықты азайтуға көмектеседі. Ас қорыту жүйесіндегі тағы бір маңызды мәселе – ішектегі шіру және ашу процестері. Бұл кезде газ көп түзіліп, іш қатты кебеді, жағымсыз иіс пайда болады. Чесноктың табиғи антисептикалық қасиеті осы шіру процестерін азайтып, ішектегі тепе-теңдікті қалпына келтіруге көмектеседі. Соның нәтижесінде адам өзін жеңіл сезіне бастайды, тәбеті жақсарады. Алайда 60 жастан асқан адамдар үшін чеснокты қолдануда сақтық қажет. Егер адамда асқазан жарасы, гастриттің асқынған түрі немесе өмештің қабынуы болса, шикі чеснокты қолдану қолайсыз. Мұндай жағдайда оны термиялық өңдеуден өткен күйде, яғни тамаққа қосып пайдаланған дұрыс. Бұл пайдалы қасиеттерін толық жоймайды, бірақ асқазанға түсетін салмақты азайтады. Чеснокты ас қорыту үшін қолданудың ең дұрыс тәсілдерінің бірі оны кешкі асқа қосу. Кешке қарай ішек баяу жұмыс істей бастайды, ал чеснок осы процесті қолдап, түнгі ас қорытуды жеңілдетеді. Бірақ мөлшерді асыруға болмайды. Бір түйірден артық қолдану қажет емес. Төртінші пайдасы. Қандағы қант деңгейін реттеуге көмектесуі. 60 жастан асқан адамдар арасында ең жиі кездесетін созылмалы аурулардың бірі қандағы қанттың жоғарылауы. Кейбірінде бұл ашық түрде қант диабеті болып анықталса, енді бірінде жасырын кезеңде жүреді. Адам өзі байқамай жүре береді, бірақ ағза ішінде қанттың артық мөлшері қан тамырларын, жүйке талшықтарын және ішкі ағзаларды біртіндеп зақымдай бастайды. Бұл процесс баяу жүретіндіктен көп жағдайда кеш анықталады. Жас ұлғайған сайын ұйқы безінің жұмысы әлсірейді. Инсулин гормоны бұрынғыдай жеткілікті бөлінбеуі мүмкін, немесе ағза инсулинді дұрыс қабылдамай бастайды. Соның салдарынан қандағы қант деңгейі тұрақсыз болады. Таңертең бір көрсеткіш, кешке мүлде басқа. Бұл 60 жастан асқан адам үшін өте қауіпті жағдай. Себебі ол жүрекке, бүйрекке, көзге және аяқтың қан айналымына тікелей әсер етеді. Чесноктың осы тұстағы пайдасы оның қандағы қант деңгейін біртіндеп төмендетуге және тұрақтандыруға көмектесуінде.
Чесноктың құрамындағы күкіртті қосылыстар ұйқы безінің жасушаларына қолдау көрсетіп, инсулиннің әсерін күшейтуі мүмкін. Бұл қанттың қаннан жасушаларға жақсырақ өтуіне жағдай жасайды. Яғни қант қан ішінде жүзіп жүрмей, ағзаға энергия ретінде дұрыс пайдаланылады. 60 жастан асқан адамдарда қанттың жоғары болуы көбіне семіздікпен немесе артық салмақпен қатар жүреді. Чеснок зат алмасу процесін жеңіл түрде жандандырып, май алмасуына әсер етеді. Бұл бірден арықтатады деген сөз емес, бірақ ағзаның ішкі тепе-теңдігін қалпына келтіруге көмектеседі. Ал зат алмасу жақсарған сайын қант деңгейін бақылауда жеңілдей түседі. Қандағы қант жоғары болған кезде ең алдымен қан тамырлары зардап шегеді. Тамыр қабырғалары зақымдалып, олардың ішкі беті сезімтал болып қалады. Бұл атеросклероздың тез дамуына алып келеді. Чеснок бір жағынан қантты реттеуге көмектессе, екінші жағынан тамырларды қорғап, қосарланған пайда береді. Бұл 60 жастан асқан адамдар үшін өте маңызды артықшылық. Тағы бір маңызды мәселе қант диабеті кезінде жиі кездесетін аяқтың июі, жансыздануы және суықтауы. Бұл жүйке талшықтарының зақымдануымен байланысты. Чеснок қан айналымын жақсартып, ұсақ капиллярларға дейін қанның жетуіне көмектеседі. Нәтижесінде аяқ-қолдың тоңуы мен июі біртіндеп азаюы мүмкін. Әрине бұл бірден байқалатын әсер емес, бірақ тұрақты қолдану барысында сезіледі. Чесноктың қант диабетіне қатысты тағы бір пайдасы оның қабынуға қарсы әсері. Қант деңгейі жоғары болғанда ағзада созылмалы қабыну күшейеді. Бұл жағдай буындарға, бүйрекке және көзге кері әсер етеді. Чеснок қабыну процесін бәсеңдетіп, асқынулардың алдын алуға көмектеседі. Бірақ мұнда өте маңызды ескерту бар. Чеснок қант диабетін емдейтін негізгі құрал емес. Ол дәрігер тағайындаған дәрілердің орнын алмастырмайды. Керісінше, олармен бірге қосымша қолдау ретінде қолданылуы керек. Әсіресе инсулин немесе қантты төмендететін дәрілер қабылдайтын адамдар чеснокты шамадан тыс қолданбауы тиіс. Өйткені кей жағдайда қант тым төмендеп кетуі мүмкін. Қолдану тәсіліне келсек, 60 жастан асқан адамдар үшін ең қауіпсіз нұсқа чеснокты тамақпен бірге пайдалану. Мысалы, салатқа қосу, немесе дайын тағаммен бірге жеу. Бесінші пайдасы. Буындар мен сүйек саулығын қолдау. 60 жастан асқан кезде адамдардың ең көп шағымданатын мәселелерінің бірі буындардың сырқырауы, қозғалғанда сықырлау, таңертеңгі сіресу. Көп жағдайда бұл жастың белгісі деп қабылданады. Бірақ шын мәнінде бұл ағзада жүріп жатқан қабыну процестерінің, қан айналымының нашарлауының және минерал алмасуының бұзылуының көрінісі. Егер осы кезеңде буындар мен сүйектерге көңіл бөлінбесе, уақыт өте келе қозғалыс шектеліп, өмір сапасы төмендейді. Жас ұлғайған сайын шеміршек тіндері жұғарады. Буын ішіндегі сұйықтық азаяды. Соның салдарынан буын беттері бір-біріне үйкеліп, ауырсыну пайда болады. Сонымен қатар кальцийдің дұрыс сіңбеуі сүйектердің әлсіреуіне әкеледі. Бұл 60 жастан асқан адамдарда сынық қаупін арттырады. Чеснок осы тұста жанама, бірақ маңызды қолдау көрсете алады. Чесноктың ең басты әсерлерінің бірі қабынуға қарсы қасиеті. Буын ауруларының басым бөлігі қабынумен байланысты. Бұл ревматизм болсын, артрит болсын, немесе жай ғана созылмалы сырқырау болсын, барлығының түбінде қабыну жатыр. Чеснок құрамындағы белсенді заттар қабынуды қоздыратын медиаторлардың бөлінуін азайтып, буын ішіндегі жайсыздықты жеңілдетуге көмектеседі. 60 жастан асқан адамдарда буындарға баратын қан айналымы жиі нашарлайды. Қан дұрыс жетпеген жерде оттегі мен қоректік заттарда жеткіліксіз болады. Чеснок қан тамырларын кеңейтіп, ұсақ капиллярларға дейін қанның жетуін жақсартады. Бұл буын тіндерінің қоректенуін арттырып, олардың қалпына келу қабілетін қолдайды. Соның нәтижесінде қозғалғанда ауырсыну біртіндеп азаюы мүмкін. Сүйек саулығына қатысты тағы бір маңызды жайт – минералдардың сіңуі. Кальций, магний сияқты элементтер тағаммен бірге түскенімен, ағза оларды толық игере бермейді. Ас қорыту әлсіреген сайын бұл мәселе ушығады. Чеснок ас қорыту жүйесін қолдай отырып, минералдардың жақсырақ сіңуіне жанама түрде әсер етеді. Бұл сүйек тінінің беріктігін сақтауға көмектеседі. Буын ауруы бар адамдарда жиі байқалатын тағы бір мәселе артық салмақ. Артық салмақ буындарға қосымша жүктеме түсіреді, әсіресе тізе мен жамбас буындарына. Чеснок зат алмасуды жеңіл түрде реттеп, ағзадағы артық сұйықтықтың жиналуын азайтуға көмектесуі мүмкін. Бұл буындарға түсетін қысымды азайтып, қозғалысты жеңілдетеді. 60 жастан асқан адамдардың көбінде таңертең тұрған кезде буындар ашылмай, сіресіп тұрады.
Бұл түнгі уақытта қан айналымының баяулауымен байланысты. Чеснокты кешкі ас кезінде аз мөлшерде қолдану түнгі қан айналымды қолдап, таңертеңгі сіресудің жеңілдеуіне ықпал етуі мүмкін. Әрине, бұл бірден болатын керемет әсер емес, бірақ жүйелі түрде байқалатын өзгеріс. Тағы бір маңызды фактор – буындардағы тұз жиналуы. Бұл әсіресе аяқ-қолда, саусақтарда және тізеде байқалады. Чесноктың зәр айдайтын жеңіл әсері бар. Ол ағзадағы артық тұздардың шығуына көмектеседі. Бұл буындардың ісінуін азайтып, қозғалысты жеңілдетеді. Дегенмен, 60 жастан асқан адамдар үшін чеснокты қолдануда абай болу керек. Егер асқазан ішек жолында мәселе болса, немесе қан сұйылтатын дәрілер қабылданса, мөлшерді қатаң сақтау қажет. Күніне 1 түйір чеснок жеткілікті. Оны шикілей емес, тамақпен